Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы 2022 жылдың 13 қазанынан бастап еркін күрес, грек-рим, әйелдер күресі, дзюдо, таэквондо мен карате бойынша спортшылардың шеберлігін арттырып, әлемдік деңгейдегі сайыстарға дайындаумен айналысып келеді. Қазіргі таңда орталық базасында 359 спортшы өздерінің спорттық карьераларын құру үстінде. Ал оларға біліктілігі жоғары 29 жаттықтырушы жол бастап келеді. 2024 жыл орталық спортшылар үшін жемісті де жеңісті болды. Біздің спортшыларымыз биыл ел аумағында өткізілген 63 оқу-жаттығу жиындарына қатысса, 18 мәрте шетелде ұйымдастырылған жиындарда біліктілігін арттырды. Жалпы саны 61 халықаралық турнирге қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Орталық ұжымының 2024 жылға арналған жоспары бойынша спортшыларымыздың 80 медаль жеңіп алуы мақсат етілді. Алайда біздің спортшылар бұл болжамды 3 есе артық орындап 204 медальді қоржынға салды. Атап айтсақ, биыл қоржынымызда Азия чемпионатының 5 алтыны, 23 күмісі және 35 қола медалі бар. Сонымен қатар 2024 жыл қорытындысы бойынша біздің орталық ұжымы 4 әлем чемпионын шығарды. Сондай-ақ әлем чемпионаттарының 5 күмісі мен 13 қоласын жеңіп алды. Әлемдік аренада ел намысын қорғап, туымызды көкке көтеріп келген спортшыларымыздың әр жүлдесінің артында ауқымды еңбек жатыр. Бұл жетістік орталықтың ортақ жеңісі. Оқу әдістемелік бөлімі спортшылардың жалпы дайындығын қадағалап, іс-сапармен сайыстарға бару жоспарын құрады. Медициналық қызметкерлер, дәрігерлер, мейірбикелер және массаж мамандары спортшылардың денсаулық жағдайын қадағалап, қажетті медициналық көмек көрсетеді. Қажет кезде психологиялық қолдау танытады. Қонақ үй ұжымы оқу-жаттығу жиындары кезінде спортшылардың жатын орны мен жайлы өмір сүруіне жағдай жасайды. Әкімшілік шаруашылық бөлімінің ұжымы спорт кешеніндегі жаттығу залдары мен аренаның мүліктердің тазалығына жауап береді. Қажет кезде тез арада жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Ас үй ұжымы спортшылардың құнарлы, сапалы тамақтануын қамтамасыз етіп, ауыр жаттығудан кейін қайта қалыптарына келуіне ықпал етеді. Объектіге қызмет көрсету және пайдалану қызметі ғимараттағы жылу мен су жүйесін бақылап, қызметкерлердің жайлы жұмыс істеуіне жағдай жасайды. Бұқаралық спорт бөлімі республикалық, халықаралық және өзге де жарыстарда оқу-жаттығу жиындарын, сондай-ақ мәдени бұқаралық, дене шынықтыру, сауықтыру қатарлы іс-шараларды өткізу үшін аренаны, тиісті алаңдарды және қосалқы құралдарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Материалдық техникалық қамтамасыз ету бөлімі спортшыларымыздың арнайы киім мен құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуін қадағалайды. Ақпараттық технология бөлімі спорт кешенінде өтетін барлық іс-шараларды техникалық тұрғыдан қамтамасыз етіп, қызметкерлердің қалтқысыз жұмыс істеуіне жағдай жасайды. Фитнес орталығының ұжымы оқу-жаттығу жиындары кезінде спортшылардың жаттығу жұмыстарына ыңғайлы орта ұсынып, қолдау көрсетеді. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі қызметкерлер мен спортшылардың қауіпсіздігі мен жайлы орта қалыптастыруға жауап береді. Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығының есебіндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайының әкімшілік басқару қызметі орталықта қызмет ететін 200-ге жуық адамның қалыпты, заңға сай әрі өнімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Айта кетейік, биыл спорт кешенімізде 5 әлем чемпионаты, 1 Азия чемпионаты, 2 халықаралық турнир, 8 республикалық турнир, 4 оқу-жаттығу жиыны, 10 концерт, 2 спартакиада өтті. Осы іс-шараларды жалпы саны 88.500 адам келіп тамашалады. Биыл өткізілген ең ірі іс-шаралар қатарында Қазақстан барысы Гранд Слем сайысы, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары және жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін Жақсылық Үшкемпіровті еске алуға арналған халықаралық турнир бар. Сондай-ақ аренамыз аты әлемге әйгілі музыкант Джаред Летоны қабылдады. Жалпы алғанда, осындай ауқымды нәтижелер мен қызықты іс-шараларға толы болған 2024 жыл орталық ұжымы үшін сәтті өтті. Күн сайын орталық абырой үшін тынымсыз еңбек етіп жүрген әр маманға алғыс айтамыз. Келер жылға сәттілік.